Қазақстанда 1 қазан күні зейнеткерлер мен еңбек ардагерлеріне арнайы құрмет көрсетіледі. Аға буын өкілдері еліміздің асыл қазынамыз, біздің мақтанышымыз. Олар ата-бабаларымыздың үлгі өнегесін жалғастырушылар, тарихы мен дәстүрлерін сақтаушылар. Осы елеулі күнге орай Шығыс Қазақстан өнер музейінің мамандары қазақстандық суретшілердің графикалық және кескіндемелік жұмыстарының жаңа виртуалды экспозициясын жинақтады. Барлық туындылар музейдің меншігі болып табылады. Музей қорында қарт адамдардың портреттері мен сюжеттік туындылары өте көп екені белгілі болды. Бірінші болып, біз Шығыс Қазақстан суретшілерінің әр адам үшін қымбат ана бейнесіне арналған 3 туындысын ұсынамыз. Оларды суретшілер есейген кездерінде жазған болатын. Бұл суреттердің авторлары бір-бірін танымаса да, бірақ түпкі ойлары ұқсас болып шықты. Мұны біз алғашқы 2 картинадан байқай аламыз. Берілген туындыларда ыстық нанның иісі мен жылулық ананың есімімен тығыз байланысты, сондай-ақ ізгі әйел үйдің жылуы екенін аңғартады. Леонид Агейкиннің «Нан» атты жарқын сюжеттік акварелі шын мәнінде нағыз кескіндеме. Орыс пешіндегі от алауы қандай ғажап. Кеш шапағы алаулап жанған отпен үйлесіп, үй ішіне жылулық ұялатады. Оттың табына баппен пісірілген нанның иісі тіл үйіреді. Суретші ағаш еденді және кірпіштен жасалған пешті көрсету үшін қызыл қоңыр реңктерді өте жақсы таңдаған. Композицияның ортасында пештен нан алып жатқан қарт әйелдің иілген фигурасы орналасқан. Леонид Агейкин Кеңестік социалистік республикалар одағының Украиндағы суретшілер одағының мүшесі болған және біздің аймақтың көркем сурет мектебінің қалыптасуында елеулі із қалдырған суретші. Оның шығармашылық мұрасы 1000-нан астам шығармалары Шығыс Қазақстан өнер музейінің алғашқы топталмаларының негізіне айналды. Біздің замандасымыз Құдаш Нұрсадықов Қатон Қарағай ауданының Үштөбе ауылында дүниеге келген. Ол көптеген қазақстандық және шетелдік көрмелердің қатысушысы және Қазақстан суретшілер одағына мүшесі. Оның суреті балалық шақтың естелігі. Суретшінің отбасында 10 бала болған. Күн сайын оның анасы Қамар Сандыбай қызы бүкіл отбасы үшін нан пісіретін. Суретші анасын дәл суреттегідей пештің маңында елестете салған. Бұл суреттегі түстер гаммасы бұрынғыға қарағанда анағұрлым ұстамды болып келеді. Мұнда суретші басым түс ретінде жылы қоңыр түсті таңдаған. Бұл тақырыпты ұсынған кезде талантты әуесқой суретші Виктор Сачков мүлдем басқа және ерекше композициялық техниканы қолданды. Оның суреті өмір философиясы деп аталады. Ананың бейнесін суретші жастық пен қарттықтың, өмірдің таңы мен ымырт кәріліктің қатаң қарама қайшылықтарында ұсынады. Композициясының негізі көрінбейтін уақыт сызығымен бөлінген суретшінің анасының портреттік бейнесі. Туындыдағы ананың бет бейнесін оның жастығы мен қарттық кезеңі байқалады. Мамыр кемпір қосағының астында 2 жастың бейнесі қартаю заңдылығына келіп тоғысады. Ал бұл жұмысты көрермендер 2 ұшты қабылдайды. Бұл туындыда біз әдеттегідей елжіреп емес, керісінше өмірдің қатал ақиқатын аңғара аламыз. Қазақ Кеңестік социалистік республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Исатай Исабаев баспа графикасының барлық түрлерін жетік меңгерген. Оның ісмерлер атты тұрмыстық сюжет афорты 3 әйел фигурасынан тұрады. Парақтың композициясы мықты, тығыз, сызықтар мен түртпелер жігерлі және батыл түрде жасалынған. Мұндай жұмысты орындау отқа төзімді лакпен қапталған панельді тақтаға инемен сурет салу арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар суретші алаша тоқудың барлық жасалу жолын бейнелеген. Дәстүрлі киімдегі әйелдердің пішімдері, алуан түрлі заттар, ішкі көрініс жалпыланған. Отырыстары біршама театр көрінісіндегідей. Суретші алдыңғы қатарда жас әйелдің алаша тоқып отырғанын бейнелеген. Ол қолына теру ағашын ұстап отыр. Бұл өткір
таяқша үлгі жасау үшін қажет. Үшбұрышты үш бағанының көмегімен қой немесе түйе жүнінен өрнекті жолықтар, бау, басқұрлар және өрнекті таспалар тоқылады. Оң жақтағы қарт әйелдің бейнесі көрерменге бұрыла қарап отыр. Бет сүйектері, бет бұлшық еттері, әжімдер өткір сызықтармен белгіленген. Оның басында кимешек, тізесінде тоқылған жолақ бау өрнек бар. Автор ою өрнекті жалпылама түрде салған. Отбасы ошақ қасындағы осындай берекеде жасалған еңбек қазақ отбасы мен тұтас рудың ең берік негізін қалады деп айтуға болады. Жіп иірімдері үздіксіз дәстүрдің нышаны болып қала бермек. Алтай ию туындысын Леонид Агейкин 1973 жылы қағаз темпермен салған. Темпер майлы бояулардан бұрын пайда болған таңғажайып көркем материал. Бір қызығы, уақыт өте келе бұндай туындылар түсін аздап өзгертеді. Әрине, бұл ауыл пейзажының композициясының негізі үйдің өзі. Суретші көрерменге күздің айқын белгілерін көрсетеді. Ағаш бөренесі өте ескі екені көрініп тұр. Бірақ жаңадан ағартылған, ойланған тақталар оны өте әдемі етеді. Мүмкін бұл үйде отбасы мүшелерінің 2-3 ұрпағы туып өскен болар. Аулада бақытты ата әже немересімен бірге отыр. Шынында да бұл адамдардың әдемі қартаюы шынымен үлкен өнеге. Өскемендік суретші Ғабдулмәди Меркасимовтың картинасында қарт адамның жүрегіне жақын күнделікті егжей-тегжейлері мен тұрмыстың сарыны көрсетілген. Бұл туындыны сағаттап көруге болады. Қауырсынды жастықтармен үлкен төсек, үйдің қожайыны, үйде жасалған кілемшелер, сөредегі қарапайым ыдыс аяқтар мен үй шаруашылықтарына арналған заттар бізді өткен ғасырдың 50-ші жылдарына бағыттайды. Интерьер элементтері қарапайым адамдардың отбасылық бақытын бейнелейді. Үйдің ашық қалған есігінен шуақты аула анық көрінеді. Отбасы мүшелерінің орта буыны жұмыста екені анық. Үйде тек немерелері мен атасы ғана бар. Немерелерінің біреуі ашық қалған есіктен қарап тұр, ал екіншісі күннің аптап ыстығында салқын үйдің босағасында төсеніште кітаппен ұйықтап қалған. Кәрі етікші қолы бос отыра алмайды, өйткені ол кездегі адамдардың ойында демалу туралы түсінік жоқ. Осылайша ол еңбекқорлығымен ерекшеленеді. Орал Сейітов Зайсан қаласының суретшісі. Суретші зейнеткерді жаңа ғасыр талабына сай етіп үйдің ішкі көрінісінде бейнелеген. Жарық бөлме, үстелдегі газет оның қартайған бақытты сәтін көрсеткендей. Танымал суретшілердің шығармаларының ішінде өте жас автор Александра Злобинаның «Болашаққа терезе» картинасы. Ол небәрі 14 жаста. Картинаны Шығыс Қазақстан өнер музейінің кіші залында орналасқан Жұлдыз балалар өнер мектебінің көркем сурет бөлімінің экспозициясынан көруге болады. Өз жұмысында бұл қыз әлемнің қаншалықты тез өзгеретінін көрсеткісі келді. Қарапайым композиция, қарапайым қалалық пәтердің ішкі көрінісі, үстел басында отырған қарт ерлі-зайыптылар. Ол суретшінің аса зор бақылаушылығын көрсетіп тұр. Әдеттегідей, үлкен кісілер ескі заттарды тастағысы келмейді. Қабырғадағы сол жақта ілулі ескі сағат, оң жақта өткен ғасырдың 60-шы жылдарындағы сөрені және кәдесый қораптарын көреміз. Бұл заттарда қарт ерлі-зайыптының жастық шақтары туралы естеліктер бар. Біздің қаламыздың болашағын жас суретші терезеден көрініп тұрған ғимараттарды көрсету арқылы жеткізген өте стильді тапқыр сурет. Суретші Георгий Рычковтың портреттер топтамасын қарайық. Суретшінің Лина тәте атты туындысы шынайы қуаныш сезімін тудырады. Алғашында бұл әйелдің сұлулығына таң қаласың, ал сосын суретші бұл кісінің жасы келгенін, қаншама жылдар бойы тынбай еңбек еткенін көрсеткісі келгендей, мейірімді өмір бойы ауыр еңбекпен айналысқан адамның түр келбеті сүйкімді күлімсірей өмірдің ақиқаты болып көрінеді. Ағаш ұстасының кеуде портретінде
Суретші өз кейіпкерін сипаттауға аз мүмкіндік берген. Дегенмен, мұқият көрермен суретті оқи алуы мүмкін. Суретші бояулар мен қыл қаламның көмегімен ұстаның сыртқы келбетін ғана емес, сонымен қатар ағаш ұстасының төмен қараған бейнесін, бетіндегі қайғы қасіретін, қиын жылдардың жұмсақ, нәзік мінез құлықтың мұңы сияқты табиғаттың негізгі ерекшелерін де жаза алған. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Альберт Гурьев суретші-иллюстратор, баспа графикасының шебері ретінде танымал. Біз сіздерге оның қазақ халық композиторлары сериясындағы Абыл Афортын ұсынамыз. Ол Маңғыстаудың атақты ақыны Абыл Өтембетұлына арналған. Ол кісі 1777 жылы дүниеге келген. Қартайғанша дейін ол талантты жарқыраған импровизациялармен танымал болған. Оның өмірі туралы мәлімет аз. Ақынның ұрпақтары алдындағы ең басты еңбегі қазақтың көркем мәдениетінің, Қырымның қырық батыры ерлік дастан жырын сақтауы. Суретшілеріміздің арқасында біз аға буынның қоғам өміріндегі рөлі қаншалықты зор екеніне тағы да көз жеткіздік. Ата әжелеріміз тұнып тұрған шежіре тәрбиенің қайнар көзі.